Джо Диспензаның ученицасының бірімін деп қойыңызшы. Біз өзінше боламыз, ол жұмыс істемейді, анау жұмыс істемейді, мынау инфо-цыган соны айтып отырған деп прикол ұстаймыз. Негізі ол қате. Дамып кеткен елдер соны пайдаланып рахатын көріп жатқан кезде біз неге соның рахатын көрмейміз деп ойлаймын да. Қазір энергияның заманы. Бірақ та мен білетін адамдар бар да, өте бай адамдар, бірақ оларда бір білім алып жатқан, теріліп, азан кешке медитация жасап жатқан реттерге барып жүрген көрмейсің да. Бірақ продажалары жақсы, жылдан жылға жағдай жақсарып келе жатыр. Мен соларды зерттеген кезде мен мына нәрсені ұқтым. Бай адамдар жаман адамдар. Ақша деген қолдың кірі. Ақша болса ұрыс керіс болады деген сияқты біздің миымызға сіңді. Әлемде, бүкіл әлемде жер бетінде өмір сүретін халықтардың тек 10% шотында $100,000 астам ақша бар. Қалғандары айлыққа күнелтетіндер. Барахолкаға келген кезде бүйтіп адамдар бір-бірін үйкеліп жүретін да. Адамда табы көп сауда қайнап жатыр. Қазір барахолка ешкім жоқ. Қандай адамдарға клиент жабысады деген кезде вот жауап осы жерден шығады. Осынша тауарды Қытайдан әкеліп, үстіне осынша қосып, осынша сетсем, осынша миллион табам деп. Вот осы ниет дұрыс емес негізі ше. Алланың жазғаны сол, өзгермейді ол. Көнеміз, не істейміз. Ештеңке өзгерткісі, әрекет жасағысы келмейтін адамның сылтауы. Бай адамдарда кездесетін қандай бір заңдылықтар бар деп ойлайсыз, бір байлыққа жетелейтін? 6 жасар баланы алдыма әкелші дейді. Қазіргі жағдай, қазір қандай сөздер естіп жүр, қазіргі ата-анасы кім, қазір қандай мектепке баратынына қараймын да, болашақта неше әйелі болады, неше ақшасы болады, қалай өмір сүретіндігін айтып беремін дейді. Подкасты бүгін соңына дейін көріңдер, будет очень полезно, ребята. Сәлем. Мен Өндіріс Саят, бүгін менің YouTube каналымда кезекті подкаст. Айнара Байжан ханым қонақта. Қош келдіңіз. Сәлем. Бізде алдында да подкаст болған болатын. Осыдан біраз бұрын, 2 ай бұрын ба подкаст шығарғанбыз. Көп адамға өткен. 6 ай бұрын. 6 ай бұрын екен даже. 6 ай бұрын шығарған подкасттан кейін көп адамның сұранысы бойынша қайтадан осы подкасттың екінші частын түсіреміз деп шештік. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Мен танымайтындар болатын болса, мен Өндіріс Саят, кәсіптерім бәрін 0-дан бастап 21 жасымда вагонда тұрып, қазір 3 бірдей кәсібім бар. Аллаға шүкір. Блог жүргіземіз. Осындай подкасттармен адамдарға пайдалы болуға тырысамыз. Сондықтан да подкасты бүгін соңына дейін көріңдер, будет очень полезно, ребята. Айнара ханым, қақтан келесіз? Тренингтен келе жатырмын. Тренингті бітірмей осы съемкаға келдім. Сонда әлде сабақ аласыз постоянно? Алматыда қандай тренинг болады, мен бәріне қатысуға тырысамын. Ол сонда постоянно развиваться ету ма, сонда ол? Тоқтамай, ізденісте жүру ма? Мысалы, көптен бері мен 2 ай тренингке бармай кетсем, семинарға бармай кетсем, новый ақпарат естімей кетсем, алмай кетсем, мен өзімді бір жайсыз сезінем. Ақпарат қазір ағыл-тегіл ақпарат, қай әлеуметтік желіге кірсең де, ChatGPT бар, ақпарат көп та, бірақ та осындай орталарда жүріп, поледе отырып, ақпарат алу адамды өсіреді, мотивация береді, жаңа адамдармен танысасың. Содан мен білім алуды ешқашан тоқтатпаймын. Мен еще параллельно онлайн обучениелерім бар, ол шетелдік ұстаздардан. Қазақстандық ұстаздардың мен офлайн тренингтарына баруға тырысамын. Сіздің де неңізге бардың ма қыстыгүні? Хакатонға. Мен негізі менде ойлаймын, жылына адам кем дегенде жоқ дегені 3-4 тренинг форумға қатысу керек. Чтобы хотя бы трендте болу үшін да. Темада трендте боласын. И самое, я думаю, менде сондай, то что 2-3 ай сайын сондай бір тренингке бармасам, ондай мотивация аламын сояқтан десем болады. Білмеймін, вдохновение дейміз ба, сондай бір ары қарай жұмыс істеуге деген бір толчок алынады да. Сондықтан да сабақтарға қатысып жүргеніңізге риза болып отырмын. Мен өткен жыл 25 жыл Джо Диспензаның ретритіне бардым. 3 күн бойы осылай семинарда болдық. Джо Диспензаның полисінде, Швейцарияда. Биыл 2-ші рет соған қайтадан барып жатырмын. Повторно. Сонда повторно баратындар көп па? Жоқ, көп емес. Бір барған адамдар окей дейді, ары қарай ютубтан қарап аламыз, медитацияларын сатып алып жасай береміз дейді. Алмаған оның полисінде болу маңызды. Сонда ол жақта қандай тілде болады? Ағылшын тілінде болады. Жаңағы не бар ғой, аударма бар, аудармамен тыңдауға болады, немесе просто медитациясын өзің ағылшыншаны
толық түсінбесең де ол жерде энергия қатты жұмыс жасайды да. Қазір біз жаңа кезеңде өмір сүріп жатырмыз ғой, энергия заманында, иә. Сол энергиясы жұмыс жасайды, адамдар өзі түсінік алып қайтады, тіл білмесе де. Бірақ біз өткен жылы переводпен, кәдімгідей аудармамен түсіндік. Одан кейін келгеннен кейін де үздіксіз 1 жыл бойына мен медитация жасадым. Именно Джо Диспензаның медитацияларын. Керемет. В общем, Джо Диспензаның ученицасының бірімін деп қойыңызшы. Ол кісі енді кімде-кім бәрін танитындар бар, танымайтындар бар шығар, осы нейробиологияның дейміз ғой, біздің миды зерттеуден әлемдегі ең мықты адамдардың бірі дәл қазіргі таңда, иә. Доктор ол, иә. Ал өзіңізді кішігірім айтып өтсеңіз. Менің атым Айнара Байжан, жасым 34-те, биыл Құдай қаласа 35-ке келем. 3 баланың анасымын. 10 жылдық тәжірибелі журналистпін. Негізі Тенгринюста бастағанмын. Ең алғашқы жұмыс орным. Содан бері осы жазу саласында жұмыс жасап келе жатырмын. Соңғы 10 жылдықта күйеуге шыққаныма 11 жыл болды. Бөпемді босанғаныма, алғашқы бөпем босанғаныма 10 жыл болды. Сол 10 жылда үздіксіз дамып келе жатырмын. Сөйтіп мен академиялық психолог мамандығын иегері, академиялық психолог маман болып алдым. Осы Алматы қаласында гуманитарлық университетті бітірдім. Одан кейін Санкт-Петербургтағы Литер деген университетте психология мамандығын бітірдім. Одан кейін Ресейде тағы да Санкт-Петербург қаласында Юрий Мурадянның 5-я призма деген коучинг академиясында ICF коуч мамандығы, яғни халықаралық коуч мамандығы бойынша білім алып бітірдім. Яғни менің қысқаша айтатын болсам, ресми түрде мен тарихшы, ең бірінші мамандығым тарихшы. Тарихшы мен случайно болдым да, грантқа түсіп кеттім де оқи салдым. Бірақ тарихшы мамандығым маған журналист болуға мүмкіндік берді. Екінші мамандығым психолог, үшінші мамандығым психолог, төртінші мамандығым сертификат, ол дипломға саналмайды, бірақ та оның кәдімгідей салмағы бар. ICF коуч, халықаралық коуч. Керемет. В общем, түсіндір ғой, кімдермен отқанымызды. И бүгін біз осы байлықтың заңдылықтары бойынша, жалпы энергия бойынша, жалпы осы темада сөз ететін боламыз. Давай кеттік, жаңа энергия деп айтып қалдық қой. Қазір энергияның заманы. Бұны қалай түсіндірсек болады, энергияның заманы дегенді? Қазіргі уақытта мен трецқа кірем, адамдармен сөйлесем, барлық адамның кім кәсіпте жүр, кім бірдеңе сатады, бәрінің бір ғана шағымы бар да, қазір сауда тоқтады. Бұрынғыда еңбек етіп жатырмыз, жарнамаға ақша салып жатырмыз, маркетингке ақша салып жатырмыз, мамандарды ауыстырып жатырмыз, бірақ сауда жоқ. Не болған, елде кризис, анау мынау дейді да. Бірақ та аэропортқа барсаң, халықаралық аэропортқа барсаң, Анталияға ұшып бара жатқан, Вьетнамға ұшып бара жатқан адам көп, Мальдиваға ұшып бара жатқан. Ақша жоқ емес, елде бар меніңше ақша. Бірақ бұрынғы ескі заңдылықтар жұмыс істемейді, қазір ақшаның, кәсіптің заңдылықтары өзгерді. Ең бірінші заңдылық сол энергия, ақша энергияға келеді, клиент энергияға келеді. Энергия дегенне біздің әрқайсымыздан бөлінетін вибрациялар бар, толқындар бар. Оны баяғы заманда Джо Диспензалар шықпай тұрған кезеңде Хосе Сильва деген кісі айтқан, ол кәдімгі радио толқындармен, радио қабылдағыш толқындармен жұмыс жасайтын радионың маманы, радио бар ғой, біз машинада тыңдайтын радио. Бұрынғы кезде телевизор не болмаған кезде радио тыңдаған ғой адамдар. И соны жасайтын физик болған. Ол радио қалай антеннаны ұстап, қалай информацияны қабылдап бізге беріп отыр деп көп зерттеген адамда. И сол адамның миында да радио қабылдағыш және радио толқын сияқты таратқыш энергияның бар екендігін айтқан. Оған дейін Никола Тесла деген айтқан, ол айтқан, өміріңді өзгерткің келсе, өміріңді күшті қылғың келсе, энергия туралы білім ал. Ол вообще ертеректе өмір сүрген. Альберт Эйнштейн де сол энергия туралы көп айтып кеткен да. Бірақ қазір енді түсініп жатыр адамдар, энергия екен, все есть энергия. И адамның өзі сам по себе, егер былай түбіне бүйтіп бара беретін болсақ, жаңағыда молекула, атом, одан кейін частица дейді ма, қалай соңында бәрібір энергияға келіп тығылады. Квантовые частицы. Адам, мен кәдімгі физикалық түрімді сіз көріп тұрсыз, ал мен жасушалар, молекулалар, атомдық бөлшектер, кванттық бөлшектерден тұрады. Ол майда бөлшектер, олар энергия. Барлық адам сол, мысалы біз столды қатып қалған деп көріп тұрмыз, бірақ оның да сондай бөлшектері бар да. И бүкіл әлем сондай майда бөлшектерден тұрады. Ал жаңағыдай адам Wi-Fi сияқты толқындар таратады және қабылдайды. Ол біздің көзімізге көрінбегеннен кейін біз ол нәрсені ойламаймыз да, олай жұмыс жасайды деп. Енді қараңыз, клиент тартатын, ақша тартатын адамдардың Wi-Fi қалай жұмыс жасайды? Магниттер сияқты тартады. Енді бұл жерде уже глубже кетеміз да. Мысалы, Секрет деген фильм шықты 2006 жылы, ол жер тартылыс заңы айтылады. Сен жақсы ойла, сол кезде сен өміріңе жақсылық тартылады дейді. Енді шынымен де солай.
шынымен де солай. Ол заңдылық өзгерген жоқ, бірақ ол заңдылық тереңдей түсті. Қалай? Біз кішкентай кезімізден басталады біздің өміріміз. Бұл дүниеге келген кезден бастап біз тап-таза сана болып Құдай бізді бәріміз тап-таза қылып осы әлемге жіберді да. И біз әртүрлі сенімдерді миымызда қалыптастырдық. Мысалы, ақша, бүгінгі тақырыбымыз ақша, байлық болғаннан кейін, бай адамдар, жаман адамдар, ақша деген қолдың кірі, ақша болса ұрыс-керіс болады деген сияқты біздің миымызға сіңді. Ол бірінші ата-анамыздан сіңді. Үйде олардың ұрысы болды ақша үшін, немесе ағайын туыстың арасында келіспеушіліктер болды ақша үшін, көршілер ұрысып жатты бір-бірімен ақша үшін. Кино көрдік біз сол заманда, ол жерде бай адамдар, жаман адамдар, кедей адамдар өте адал, жақсы, керемет адамдар. Одан кейін мектепте әдебиетті оқыдық, бізге шық бермес шығайбай, бай адам шық бермес шығайбай, үйіне қонақ келсе, оған шық деп айтатын сондай жаман адам. Алдар көсе мен бай, Қожа Насыр мен бай деген сияқты байдың образы біздің көзіміздің алдында өте сондай жаман, сұмпайы персонаж. Біз миымызға бай адам деген сондай. Біз саналы түрде, қазір мен жасым 35-те, мен саналы түрде бай болғым келді. Мен Илон Масктың өмірін оқимын да, Билл Гейтстің өмірін оқимын. Мен солар сияқты болғым келеді. Бірақ менің ішімде сол кішкентай Айнараның енді санасы қалыптасып келе жатқан кездегі айтылған сенімдер, көрген оқиғалар барлығы сенім қалыптастырды. Енді тартылсаң осылай жұмыс жасайды. Менің миымда қандай сенімдердің жиынтығы бар, соны тартады өмірге. Мен Билл Гейтстің өмірбаянын оқып алып, мен Билл Гейтс сияқты өзімді сезініп отыра беремін, ол маған келмейді. Өйткені менің миымда түп сана дейді ғой, бейсанамда қалыптасып қалған сенімдер жиынтығы бар. Енді бейсана біздің өмірімізде өкінішке орай 95% шешімді қабылдатады, бессознательно. Ал сознательно 5%. Әйтпесе бүкіл әлемдегі адамдардың барлығы бай болып кетеді. Әлемде, бүкіл әлемде жер бетінде өмір сүретін халықтардың тек 10%-ның шотында $100 мың астам ақша бар. Қалғандары айлыққа күнелтетіндер, өмір сүрмейтіндер, күнелтетіндер, күн көріс қамын, выживание күйінде. Енді біз қазір қазақ тілінде енді айтыла бастады байлық туралы. Мысалы, сіз енді кітаптар жазылып жатыр бай бол. Ал осы уақытқа дейін ол туралы айту бізде бір әдепсіздік, не болсыншама байлық деп айтып, ақша туралы айтып деген сияқты. Сондай заман. Ақшадан еді ғой. Ақшадан өлген, ақша жүрген жерде ұрыс деген сияқты. Ол барлық жерде айтылды. Семьяда, мектепте, қоғамда, көшеде деген сияқты барлық жерде біздің жүрген жерімізде ақша туралы айтсаң, как будто бір сен жаман адам сияқтысың. Қазір сол кезеңнің өзгергені, өзі энергияның өзгерген заман. Қазір барлық нәрсе өзгеріп кетті. Стабильность, бұрынғыдай стабильность еш жерде жоқ. Бұрында біздің папалар бір жерге жұмысқа кіріп алады, сол жерден 40 жыл жұмыс істеп пенсияға шығады, сол пенсиясын алып отырып до конца өмір сүреді да. Не жер көрмейді, не ел көрмейді, бір үйде, бір қалада, бір жұмыста бір ортада деген сияқты. Қазір барлығы өзгерді. Аумалы төкпелі заманның көкесі болып жатыр қазір. Мысалы, барахолка, мен кішкентай кезімде Алматы қаласынан барахолкаға келген кезде бүйтіп адамдар бір-бірін үйкеліп жүретін да. Адамдарда көп сауда қайнап жатыр. Ал қазір барахолка ешкім жоқ. Барахолкада сауда жасап жатқан адам жоқ. Өйткені заман өзгеріп кетті, барлығы онлайн саудаға көшіп кетті. Онлайн саудада барлығында сауда жоқ. Кім энергиясымен жұмыс жасайды, кім білім алады, кім новый инструменттерді оқиды, TikTok, стрим, бәлен түген неше түрлі нәрсе шығып жатыр. Сауданың инструменттері күн сайын өзгеріп жатыр. Бір жыл бұрынғы нәрсе жұмыс жасамайды қазір. Экономикада солай, барлық салада, туризмда да сол, барлық жерде өзгеріп жатыр. Барлық нәрсе өзгеріп жатыр. Сондықтан тек білімнің күшімен ғана біз өзгере аламыз. И жаңа негізгі бастапқы сұрақ, қалай энергиясы жоғары адам боламыз, сезім. Тек ойлау аз, сезім. Өткен жолы алғашқы подкастымызда да мен айтып едім ғой, сезім ғана магнит. Біздің радио толқын Wi-Fi-ымыз бізді жақсы ситуацияларда үлкен ақшаны, бай клиенттерді қай кезде тартады? Біздің кеудемізден шығатын сезімдеріміз соған сәйкес болған кезде тартылады. Оған сәйкес болу үшін біз не істейміз деген сұрақ туындайды. Жаңа тартылсаң, балалық шақтан қалыптасып қалған установкалар дедім ғой, бейсана. Бұл жерде уже классическая психологияға кетіп қаламыз. Сигмунд Фрейд, Карл Юнгтың айтқандарына. Подсознание. Все бессознательно. Біз бүкіл шешімдеріміз бейсаналы түрде қабылдап отқан тартылсаңын, біз бейсанамыз қатты жасайды да, тартылыс күші мықты бейсананың. Сондықтан да біз миымызбен жұмыс жасаймыз. Терапия жасаймыз. Енді энергия енді өте маңызды, даже уақыттан да құнды болып тұр ғой дәл қазіргі таңда. И біз қай энергия көбірек бөлеміз, сояқтан бір нәтиже аламыз да. Сондықтан да біздің энергиямызды, сезімдерімізді, бағана сіз айтқан сезімдерімізді, ойларымызды бәрін дұрыс жаққа бағыттай алуымыз керек. Байлыққа, ақшаға. Бір енді бағана да біз алдында да біз сөйлесіп жатырмыз да, подкастта айтып жатырмыз. Кәсіпте қазір
енді қанша инструмент шығып жатыр, обновляться етіп жатыр ғой, постоянно новый, бірақ оның бәрін білудің өзі жеткіліксіз болып жатыр да адамдарға ше. Өйткені сен бәрін білесің, там цифраңды білесің, воронка продажыңды білесің, наны білесің, бірақ ақша таппай жатқан адамдар бар да. А біреулер бар, әшейін ондай ештеңені білмейді, ешқандай везение деп айтамыз ба оны, бірақ өте көп табыс тауып жатқан. Олар сонда дұрыс состояниеде жүр ғой, иә, вибрация, волна жоғарғы толқында жүрген болуы мүмкін. Бір себебі, иә. Энергиясы жоғарғы толқында жүр. Сезімдері жақсы, олар күмән жоқ. Состояниесімен жұмыс жасайтын адамдар. Бірақ та мен білетін адамдар бар да, өте бай адамдар, бірақ оларда бір білім алып жатқан, терілеп, азан кішкене медитация жасап жатқан, ретриттерге барып жүрген көрмейсің да, бірақ продажалары жақсы, жылдан жылға жағдай жақсарып келе жатыр. И мен соларды зерттеген кезде мен мына нәрсені ұқтым. Маңыздылық бермейді. Анау трансерфинг реальностьте айтады ғой, смените важность деп ше, вообще маңыздылық бермейді. Мысалы, менің бір апайым бар, мысалы кешкісін бізде маңызды үлкен продажа жасайтын, допустим, эфир болады десек, ол күндіз қонақта жүреді, кездесулерде жүреді, жаңағы сатылымға бір жарты сағат қалған кезде басқа жаңағыдай развлекательный нәрселер жасайды деген сияқты. Ойбай, қазір сатылым жасайтын эфиріміз болады екен, мен дайындалайын деп кітап ұстап, соңғы моментте бұлай жасамайды да. Яғни мән, мағына, маңыздылық бермейді. Ол деген Құдайға шексіз сенім ғой бір жағынан. Контрольда ұстамайды. Мысалы, білмеймін, Мессида қазір чемпионат мира рекордтары, қырғын рекорд істеп жатыр, бірақ маңыздылық бермейді ол. Мысалы, ол вообще даже кеше айтып жатыр да, командаластарының өз интервьюларында, то что ол өзінің рекордтарын өзі білмейді да дейді да. Даже білмейді да, оған барып сен осындай рекорд істедің ғой десе, қойшы деп айтады да. Ол маңыздылық бермейді, мен рекорд істеймін десе қиын болатын еді ғой. Или саудамды арттырамын десе, адам қатты соған. Бірақ процесс кезінде ол полный өзін беріп тастайды. Иә, ойын кезінде полный өзін беріп, басқа ештеңе ойнамайды, тек здесь и сейчас болады ол. Жаңағы менің апайым сондай сатылым кезінде только сатылымға кіріп кетеді, басқа ештеңе алаңдатпайды оны. Души жатады. Иә, сонда көбісі енді процесс. Сонда мына жерде мынандай формула шығып тұр ғой, жаңағы вибрация жоғары болу, энергия деп айтып жатырмыз ғой. Сен жасайсың, от души жасайсың, бірақ уайымдамайсың, маңыздылық бермейсің, контрольда ұстамайсың, ойбай қалай болар екен деп күмәнданбайсың, просто сен процесстен ләззат аласың. Ләззат алуды жоғарғы вибрациялы сезім ғой. И вот сол кезде сен жұмысыңды жоғарғы вибрациямен жасап жатырсың да, и адамдар сенің продуктыңа келмейді, адамдар сенің нәтижеңе келмейді, иә, адамдар сенің вибрацияңа, сенің энергияңа келеді. Мысалы қазірше бір керемет тауармен адамдарды қызықтыра алмайсың. Өйткені мен мына жерде Алматыда отырып алып, мен Америкадан, Швейцарияның, әлемдегі ең күшті шоколад Швейцарияда ма, мен осы жерде, осы точкада отырып, на телефонның көмегімен Швейцарияның шоколадын заказ берем. Мен Алматыда кім Швейцарияның шоколадын сатады екен деп іздемеймін да. То есть күшті продуктпен ешкім мені таңқалдыра алмайды, потому что мен қолымда интернет бар, телефон бар, любой точкадан любой керемет затты ала аламын. Сол сияқты білім, иә, білімді адамдардың заманы деп жатырмыз, білімді сатып аламыз деп жатырмыз, иә. Бірақ та қазір ChatGPT бар, біз білімді адамдарды да іздемейміз бұрынғыдай. Бүкіл информация бар негізінде. Иә. Енді адамдардың несіне тартыламыз, сонда біз қандай адамдарға клиент жабысады деген кезде, вот жауап осы жерден шығады, энергиясы жоғары. Энергиясы жоғары жаңағылар, мессилар. Иә, 100%. Процесстен ләззат алу. Мысалы, сіз мына кітапты жаздыңыз, иә, енді сатасыз кітапты. Сатқан кезде андай өтей ма, өтпей ма, что-то ұнамай қалды, күмән, қаншада малады екен деп уайымдап оны. Просто кайфовать ету керек та, процесстен. Мен максимально соған стараться еттім, просто үшін процесстен кайфовать етуге. И реально бір ниеттендім, максимально қаншама қазақты байытатын кітап болса екен, мен өмірімнің өткенде де сатыла беретін деген ниет болды. Сосын мынандай нәрсе бар, еще байлықтың бір заңдылығы пайдалы болу дегенше, мысалы көбісі сауданы жасай, кітап шығарып сатады, осынша экземпляр сатсам, осынша миллион табам деп, иә, осынша тауарды Қытайдан әкеліп, үстіне осынша қосып, осынша сатсам, осынша миллион табам деп. Вот осы ниет дұрыс емес негізі ше. Дұрыс айтады ғой, маркетинг жаңа цель ғой, есепте конверсия, анау мынау деп айтады да. Бірақ та мен қалай пайдалы болам адамзатқа? Мен пайдамды қалай тигізсем болады деген ниет, соның ізінен ақша жүгіреді екен.
менің пайдам тисінші деп. Мысалы мен кітапты шығарған кезде мен жаңа сіз айттыңыз ғой, байытсам екен деп ше. Неше мысалы 1000 адамды байытсам екен. Қаншама қазақты просто бай болуына әсер етсем. Иә. Вот сол ниетке ақша келеді. Ал егер осы кітапты шығардым мен, осынша экземпляр сатам да, осынша миллион табам десеңіз, сіз ол дегеніңіз жете алмай қаласыз. Иә, ол просто жете алмай қалуың мүмкін, и сен соған келіп қайғыруың мүмкін, бәрін құртуың мүмкін. Вибрацияң төмен түсіріп жібересің. Иә. А вибрациясы төмен түскеннен кейін вообще анау не көрмейді, серый болып тұрасың да, сені ешкім көрмейді. Анау айтады ғой, Джо Диспенза сверхъестественный разум кітабында былай дейді да, бүкіл адам әлемде свет, жарық және информациядан тұрады дейді да. Ол жарық болып көрінеді. Егер сен жарық энергияң жоғары болса, сен жарық болып жанып тұрасың. Ал егер сен энергияң жоқ болса, сен серый болып тұрасың, сен көрінбейсің дейді. Сосын сіз енді сұрақ туады ғой, қалай жарық серый боламыз дегенше, үнемі күмән, үнемі ашу, жұрттың бәріне ренжу, өзіне сенбейтін адамдар серый болып жанып тұрады екен мына ғаламда. Ал өзіне сенетін, ниеті дұрыс, өзін жақсы көретін, үнемі благодарность деген, шүкірлік деген сезімі кеудесінен шығатын адамдар жап-жарық болып тұрады екен. Бұл адамның сезімі. Енді ой бар ғой, ол ой информация. Біз неше түрлі ой ойлаймыз, иә? Минут сайын ой келіп жатыр, өзіне өзі келіп жатыр. Бағана тренингте айтады да, қоп-қоңыр маймыл көк күмбек көтенімен ойламаңдар дейді. Бір қайталап айтады, қоп-қоңыр маймыл. Сен ойламайын десең де ойлайсың да. Яғни біз неше түрлі нәрсені, әңгімені естиміз, соның бәрін ойлай береміз. Ал ойға фильтр жасау қиын болып жатыр ғой, ой деген өте жүйрік. Енді ой информация таратады тоже әлемге. Джо Диспенза кеудеміздегі сезім мен свет таратып тұрсақ, жарық таратып тұрсақ, неғыпен информация таратып тұрмыз. Енді информация тарату үшін, ойды дұрыстау үшін визуализация, аффирмация деген нәрселер по-любому көмектеседі бізге. Біздің қазақ қоғамы осы визуализация, аффирмацияға прикол ұстайды да, азря. Кеше Роналдоның өзі визуализация мен аффирмацияны дардай әңгіме қылып айтып отыр. Дженнифер Лопес азанда тұрам аффирмация, кешкісін жатам аффирмация. Олар пайдаланады. Майкл Джексон да полный бәрі жазады. Майкл Джексонның киносы шықты. Қалай 50 жыл бұрын самопрограммированияны қолданған, аффирмацияны пайдаланған. Біз өзінше боламыз, иә, ол жұмыс істемейді, анау жұмыс істемейді, мынау инфо-цыған соны айтып отырған деп прикол ұстаймыз. Негізі ол қате. Әлемдегі дамып кеткен елдер соны пайдаланып рахатын көріп жатқан кезде біз неге соның рахатын көрмейміз деп ойлаймын да. Иә, 100%. Просто кеше Қайсет тажаны гольфисті кішкентайынан папасы, әкесі полный басын программалап тастаған ғой, чемпионствоға. Сен ең лучший, ең мықты, полный басын программировать етіп тастаған баланың, что даже жетістікке жетпеген кездің өзінде оның өзі мен жетістікке жетелейді деп ойлауға ше. И ол енді қазір әлемде кім еді атын есімнен шығарып алдым да. Бірақ қазір енді ең мықты, ең легендарный тоже гольфист. И оның өзі бағанадай словодан ғой, сөзден. И даже осы аффирмациялардың қасына самоуношение қосса болады. Сен қайталай берген сөздің өзі, қайталай беретін болсаң сен бір сөзді, сенің автоматом біраз уақыттан кейін сен соған сене бастайсың. И соған сене бастағаннан кейін сен соған соответствующий, соған апаратын адамдарды, жолдарды, мүмкіндіктерді жайлап байқай бастайсың. Осы жерде ше мынандай техника айтып кетейінші оқырмандар, көрермендерге, иә. Мынандай техника бар. Маған күшті жұмыс жасайды сол. Күшті ақша тапқызды. Жатардың алдында біздің жүйке жүйеміз тыныштыққа келеді, ойларымыз тынышталады, ұйқыға кетіп бара жатқан кезде біз өз-өзімізге мынандай деп сөздің құдіреті. Мысалы, қанша ақша тапқым келіп жүр? Мысалы, айына 10 миллион теңге тапқым келеді деге. Мен ай сайын 10 миллион теңге табу үшін қандай адам болуым керекпін деген сұрақты 3 рет қойып ұйықтап қалу керек. Сен тапқың келетін табысты табу үшін, қанша болса да, сен тапқың келетін табысты табу үшін қандай адам болу керекпін, е? Иә, өзіңе сұрақ қойып, бейсанаға сұрақ қойып ұйықтау ғой. Ол бұрыннан бар техника негізі бейсанаға сұрақ қойып ұйықтау деген. Мен 10 миллион теңге ай сайын табу үшін қандай адам болуым керекпін. Все, ұйықтайсың. Әрі қарай оны ойлап, нәтижесін күтіп керек емес. Бейсана өз жұмыс жасайды. Информация көре бастайсың. Біреу саған келіп 10 миллион теңге табу үшін бүйту керек екен ғой деген сияқты случайно айтып қалады, кино көріп қалады. Әйтеуір информация жайлап көріне бастайды өміріңде. Соны сен пайдалансаң 10 миллион теңгені табасың. Бейсана өте ақылды. Анау Джон Кеханың «Подсознание может все» деген кітабы 1987 жылы шыққан екен, почти 40 жыл бұрын. Бізге енді ғой 2016-17 жылы келді, спустя 30 жыл келді біздің елге. Сол заманда олар подсознание күшін пайдаланған. Біз подсознание күшін енді пайдаланып жатырмыз. Бейсана деген нәрсеге енді бұрыла бастады да, қазақ тілді қоғам.
бірақ әлі де мойындамайтындар өте көп. Барлығы бір Алланың жазғанымен болады дейді. Окей, бір Алланың жазғанымен болады, бірақ мен көзім 1000% жетті. Алла тағала барлық нәрсені біз үшін жаратып қойған уже. Яғни Алла тағала мен осы өмірге жіберген кезде менің барлық нұсқам бар, менің бай нұсқам да бар, кедей нұсқам да бар. Иә, маған таңда дейді. Таңдау, выбор деген нәрсе бәрімізге берілген. Тура осы бойынша кеше бір рилс түсірген едім, 29-шы қара сөзінде Абай айтады ғой. Байлықты жаратқан Құдай, кедейлікті жаратқан Құдай, қылдырған Құдай емес. Иә, қылдырған Құдай емес. Біреу ессіз болады, біреу ессіз болады екен да, сонда тұрады екенбіз да бәріміз. Құдай дей саламыз ба не дейді. Денсаулық жаратқан Құдай, ауру жаратқан Құдай, таңдаған қатты айтады ғой сол жерде ше. Иә. Сонда сендер бәрін Құдайға қоя салатын болсақ, онда біз ешкімге ренжімейік та дейді. Иә, фатализм деген қатты сондай ауру болды ғой. Бәрін Құдайға жаба салу деген, иә. Әрекетсіздікке ол күшті сылтау болады. Мысалы, айтады ғой, Алланың жазғаны сол, өзгермейді ол. Көнеміз, не істейміз. Ештеңке өзгерткісі, әрекет жасағысы келмейтін адамның сылтауы. Бірақ барлық нәрсені өзгертуге болады. Енді барлық нәрсені қалай өзгертеміз? Енді жолын айтсайшы. Осылай түнде бейсенаңа сұрақ қой, болды, кішкентай нәрседен бастап. Сосын Майкл Джексонның техникасын жасауға болады. Иә, таңертең ұйқыдан тұрады да, ванной бөлмесіне барады да, өзінің қолымен стикерлерге жазып тастаған сөздерін өзі оқып, жоғарғы эмоцияны сезінеді. Майкл, сен генийсің. Майкл, сенің турнең әлемдегі рекордный турне болады. Сен шығарып жатқан альбом керемет альбом деген сияқты сөздерді жазып тастаған. Иә, осы қарасаңдаршы да, халқым ол былай жұмыс жасайды да. Мысалы, сенің турнең әлемдегі ең күшті турне болады деп жазып қойған. Майкл сөйтеді, соны оқиды дауыстап, допустим. Программалап отыр ғой басын. И сөйтіп айтқаны үшін оның турнесі номер 1 болып кетпейді. Ол сөйтіп айтқаннан кейін, қайталай бергеннен кейін, ол сондай турне болатындай идеяларды өмірден көре береді. Әрекеттері сәйкес болады. Иә, әрекеттеріне байланысты жолдан кездесіп қалады, мынандай адам, мынандай бір би ұйымдастырылып қалады, басына бір күшті гениальный идея келіп қалады өлеңге. Осылай. Шынымен оның турнесі ең мықты болуына кептеді. Мысалы, менде енді кітаптың Құдай қаласа презентациясы деп ертең 26-сына келесі айдың сатылым ашамыз деп жатырмыз. Соған үлкен презентация істеп жатырмыз, иә. И мен де постоянно при себе өзім айтып жүремін да. Менің кітабым, менің айтқан бөлек ол. Айтқан улетучивается, жазу керек те, соны көзге көрсету, көз мидың жартысы. Көз көрмейді, ми көреді ғой. Иә, жазу вообще лучше. Жазу вообще. Мысалы, мен осы жылы қазір осы жылға бір арналған өзім 10 целім бар, оның бір 6-ын алып қалғам, бір 6 целімді қайталап жазып жүрмін. Осы жылы жеткім келетін да. Брайан Трейсидің техникасы. Иә. Кешегі күнге қарамай иә, маған қатты көмектеседі. Мен кәдімгі чувствую, солға қарай мені өмір алып баратқанына. Кәдімгі бір ситуациялар, басқалар барлығы сол менің бағанағы жазып қойған осы жылға целімнің орындалуына қарай совместный жағдайлар соған көмектесіп отыр да маған. Қандай керемет заманда өмір сүреміз, иә, барлық нәрсе доступна. Қолымыздан келіп тұр бәрі. Тек жасау керек. Иә. Тек бағана жазуға ерінеді ғой. Иә, программировать ететін болсаң басыңды и соответствующий әрекеттер ететін болсаң, рисковать етсең шамалы. Енді рисковать етпесең болмайды. Рисковать етіп әрекет етсең, бұның бәрі получаться ететін еді. Окей, бүгін біздің тақырыбымыз бағанағы байлықтың заңдылықтары. Давай бір айтайықшы, көп бай адамдарда кездесетін қандай бір заңдылықтар бар деп ойлайсыз, бір байлыққа жетелейтін? Так, мынадай нәрсе ойыма келіп тұр. Нейробиологтар зерттеген ғой, кәдімгідей ғылыми дәлелдеген, тәжірибе жасап дәлелдеген. Сен бай болғың келе ма? Бай адам сияқты өмір сүр. Ол бір банальный совет сияқты естілгенмен, ол кәдімгідей жұмыс жасайды. Ол кәдімгідей жұмыс жасайды. Тура осы бойынша менде осы байлықтың заңдылықтарының 4-ші заңының 4-ші тармағында, по-моему, осы момент бар. Айта беріңізші, күшті. Мысалы үшін, біз ұйықтайтын кезде ұйқы қашан келеді екен деп жатпаймыз ғой. Біз кәдімгідей ұйықтаған адам түрін жасаймыз, көзімізді жұмып, ұйықтаған адам сияқты боламыз ғой. Сосын барып ұйықтап кетеміз. Сол сияқты сен бай болғың келе ма? Бай адам сияқты өмір сүр. Солай кейін өзіңді солай ұстай, өзіңді солай сезін. Сол кезде сезім магнит қой, сезімнің магниті күші зор. Сол кезде саған өміріңе магнитше тартылады. Бұны нейробиологтар айтып отыр да. Мұны бұған дейін бұл осы нені ақпаратты айтсаң, бұл эзотерика деп қабылданатын да. Жақсы ойла, жақсы сөйлеу өміріңе сол келеді. Ал осыны нейробиологтар зерттеп, ғылыми түрде дәлелдеп тұр ғой. Бірінші заң мен білетін. Екінші заңдылық ол адамның жаңағы тартылыс күші. Миының тартылыс күші. Мынандай квантовый физиктер ма?
қателеспесем мынандай не жасайды, эксперимент жасайды. Мысық туылады, мысықты қараңғы жерде өсіреді. И мынандай қараңғы қораптың ішінде өмір сүреді, и оның ішінде андай вертикальный тігінен полоскалар болады, тік сызықтар болады. И мысық туғаннан сол тік сызықтарды көреді, тек тік сызық. И бір 5-6 айдан кейін мысықты өмірге бостандыққа жібереді. И ол көрінген заттардың бәріне шалынып қалайды, өйткені ол әлемді вертикальный сызықтармен көреді. И былайынан тұрған, көлденең тұрған сызықтарды ол миы қабылдамайды да, соқса береді. И сол сияқты адам өмірге келгеннен кейін оның әлемді қабылдауына әсер ететін факторлар. Зигмунд Фрейд айтады, адам 7 жасқа дейін нені көрді, нені естіді, сол нәрсе оның өміріне айналады. Яғни вертикальный сызықтарды көрсе, ол 7 жасқа дейін өмір бойы вертикальный сызықтарды көреді деген сияқты ғой. Иә, Зигмунд Фрейд еще айтады, 6 жасар баланы алдыма әкелші дейді. Қазіргі жағдай, қазір қандай сөздер естіп жүр, қазіргі ата-анасы кім, қазір қандай мектепке баратынына қараймын да, болашақта неше әйелі болады, неше ақшасы болады, қалай өмір сүретіндігін айтып беремін дейді. Сол сияқты біз өмірге келдік, біздің 7 жасқа дейін не болды өмірімізде? Көп адам ұмытып қалған, психика ұмытып жүреді. Біз мысалы миллениалдар, мен 91 жылы туылғам, біздің балалық шағымыз, мен бастықтың қызы болдым, мен күшті отбасында өстім негізі. Мен бірақ та көршілерім бар, маған әсер еткен мектеп бар, мен көрген кинолар бар, ата әжемнің үйі бар, туысқандарым, барлығы маған әсер етеді. Менің өмір туралы, отношение туралы, ақша туралы, өзімді дамыту туралы, өзімді реализовать ету туралы менің бүкіл сенімдерім, мысықтың мировоззрение сияқты менің де бүкіл әлем туралы ойым қалыптасып қалды. Мен соған сәйкес өмір сүріп жүрдім. Бір күні психологқа барып терапия жасамағанша өзгертуге болады. Мысық келген терапевтке барып көлденең сызықтарды тігінен қылып жіберуіне болады. Өзгертуге болады, конечно. Өте оңай емес, бірақ уақыт кетуі мүмкін. Просто уақыт кетеді. Уақыт кетуі мүмкін, бірақ оны өзгертуге болады. Енді просто сол үшін ғой, мысалы бір кейбір балдар болады, бай отбасыда дүниеге келіп, бай отбасыда тұрып, ары қарай қимылдаған кезде, әрекет жасаған кезде, енді бай отбасыда туылып, бай отбасыда жүргеннен кейін, оның мировоззрениесі де, и оның әрекетті шешімдері де соған соответствующий болады да, и жақсы табуы мүмкін сразу бірден. Ал кейбір адамдар кедей отбасыда көріп, 7 жасқа дейін тек қана подсознательная бедностьпен өскен бала бәрібір төмен уровеньде әрекет істеп қалады да ше. Ол кәдімгі отбасының тәрбиесіне де өте маңызды ғой. Бірақ мынандай статистика бар екен ше. Ана единорог дейді, стартаптар бар ғой, нөлден бастап үлкен атқан стартаптардың барлығы ауылдан, жоқ жерден шыққан балалар екен. Енді олар қалай неге деңгейге жетті? Ол да сол травмасы. Сценарий деген бар, контр сценарий деген бар ғой психологияда. Әке шеше жоқшылықта өсті, ауылда дым көрмей, ешқандай үйірмеге бармай, тек мектептен басқа ештеңкеге бармай өстің да, и өскеннен кейін жоқ, маған бұл өмір ұнамайды, бейсаналы түрде сен контр сценарий, керісінше сценарий таңдайсың. Керісінше сценариймен кетесің. Бірақ та жаңағыдай травмаңды байқап, уже кішкентай кезіндегі нәрселердің бәрін бүйтіп шығарып, оны проработка жасағаннан кейін, анау травма саған күш емес, басқа нәрсе беруі мүмкін да. Сондықтан кейбір адамдар травманың күшімен атады, кейбір адамдар травманың күшімен өседі. Ал бірақ та ол жұтып жібереді, травма түбінде қиратып тастайды ол адамды. Мысалы Бритни Спирс, Майкл Джексон да травманың күшімен көтерілгендер. Мысалы Бритни Спирстің өмірбаянын қарасақ, әкесімен кішкентай кезінен проблема. Әкесі өте доминант, тиран болған, күш көрсеткен деген сияқты. Сосын ол бүкіл әлемді жаулағаннан кейін Бритни Спирс поп звезда ғой, әкесімен конфликт болады, соттасады деген сияқты. И соңында ол көтерілді сол травманың күшімен, әкеме докажу деп көтерілді ма, басқаша әйтеуір сол травмамен Бритни Спирс әлемдік жұлдызға айналды. Бірақ сол травма оны жұтып жіберді. Травмаға жұтылу деп айтылады да. Сондықтан окей, травманың күшімен біз жасаймыз бәрін, бірақ та сол травма бізді жұтып жібермес үшін біз миымызбен жұмыс жасауымыз керек. Мысалы, сіз көп айтасыз ғой, мен неде тудым деп ше, вагоннан шықтым. Сіз қазір контр сценариймен жүрген болуыңыз мүмкін. Күшті, сіз Ленинада тұрасыз, қателеспесем, Достық плазаның қасында. Әдемі машинамен жүресіз. То есть, сіз балалық шағыңызда вагонда тұрған Саяттың керісіншесі. Мен ондай болмаймын, мен керісінше боламын. Егер де сіз миыңызбен жұмыс жасамасаңыз, білім алмасаңыз, өзіңіз психикаңызбен жұмыс жасамасаңыз, сол бала күніндегі травма, жоқшылық деген нәрсе сізді құлатуы мүмкін да. Құдай бетін аулақ қылсын. Мен білем, сіз үнемі дамып жүреді, сіздің қарындасыңыз, әйеліңіз бәрі дамып жүретінін мен білем. Сондықтан да сізге ондай қауіп жоқ деп қояйыншы. Окей, қараңыздар. Кстати, бағана осы айтып отыр ғой, ең бірінші заң жаңағыдай өзіңді
сол болып қойғандай рөлге кіріп актриса боласың ғой, актер боласың ғой уже. И мен осы кітаппен де жасадым ше. Мен кітап жазып жатқан кезде мен чувствовать етіп жүруге тырыстым постоянно. Сенбай болып жаздыңыз ба? Иә, как будто бы кітабым бестселлер әлемдік. Мен ол туралы көп айта бердім де, и өзімді бестселлер жазып жатырмын әлемдік. Дұрыстап жаз деген сияқты да уже. Андай әшейін анау нәрсе істеп жатқан жоқсың деп, бүкіл состояниямды, анамды, мынауын бәрін дұрыстауға тырысатын. Мен қазір де солай істеймін, бұрында да солай істегем. Қазір адамдарға айтсаң, жаңағыдай, өзіңді солай сезін десең, ой, бір қойш, жоқ машинаңды барғып кәйтіп сезінесің деп шығады ғой. Бізде құнсыздандырады ғой бірден. Иә, сөйтіп шығады да. Любой информацияны. Оны просто бұрында да істеген, біз қазір де істеп жатырмыз. Ол нормально. Ол солай сезім ауысады, сезім ауысқаннан кейін эмоция ауысады, эмоция ауысқасын ойдан кейін әрекетке айналады, әрекет әдетіңе айналады, әдеттің мінезіңе айналады, мінезің сонымен тағдырың болады сенің. Сондықтан да тағдырыңды өзгерту үшін ең бірінші сенің состояниеңнен бәрі басталады. Тағы да бір қандай бір заңдылық. Мен жақында мынандай кітап оқыдым да, «Освобождение от денежной игры» деген. Барлық адам ақшамен ойын ойнайды. Бірақ барлық адам жеңіледі ақшадан. Ақша жеңіп кетеді. Бәрі айтады, ақша деген ол просто энергия, ол инструмент, анау мынау. Бірақ неге адамдар ақшамен ойында жеңіледі деген кезде, өйткені ақша деген алып энергия дейді да. Ол бүкіл әлем, біз по-любому ақша главный емес, ақша бастысы емес, ақша бәрін шешпейді дегенмен, бәрібір ақша бәрін шешетін болып тұр. Өзіңіз ойлаңызшы, ақша болса 80% проблема болмай қалады. Енді ақшамен ойында адам сен өзің қалай жеңесің деген кезде, автор айтады, Шейнфилд па сондай, авторы Роберт аты. Ал айтады, просто ойына шыға сал. Ойына шық дейді, ақшамен ойна. Бәрібір оны жеңбейсің. Енді бұл кітапты мен оның алдында ақша туралы оқығам, счастливый карман полный денег болды да. Арман Юсуповтар соны айтады, соны оқығанмын. Оның керісінше несі бір екеуі бір-біріне противоречить ететін жерлері көп екен. Енді автордың өзінің жеке ойы ғой, олар тәжірибе жасап, ғалымдар емес та оны жазған кітапты. Мотиваторлар жазады ғой енді қазір кітаптарды. Сондықтан олар жеке пікірі деп, бірақ мен өзімнен не алдым. Мен ақшамен ешқашанда ойнамаймын. Мен ақшаның соңынан күреспеймін. Мен ақшаға ешқашан маңыздылық бермеймін. Мен ақшаға қатты ынтық болмаймын. Мен жатсам тұрсам ақша үшін өзімнің состояниемді түсірмеймін. Ойыннан шығу деген осы. Иә, мысалы противоречить деген кезде қатты бір-біріне противоречить етпейтін де сияқты. Енді мынау ақшаңды көбейту үшін ғой мына кітапта ше, по-моему. Ал сіздің айтқаныңызды мен былай түсініп отырмын. Өте күшті. Мынандай әңгіме ғой, мынандай. Қарашы, не үшін адамдар жұмыс істейді дейді да? Адамдар не үшін жұмыс істейді дейді? Көбісі айтады, жұмыс істеу керек, ақша табу үшін дейді. Бәрі. Любой адам айтады, не үшін? Ақша табу үшін. Сонда сенің ақшаң жоқ па не? Сонда қара, ақша табу деген менде ақша жоқ деген сөз ғой. Менде ақша жоқ деген состояние. И менде ақша жоқ деген состояние, менде ақша жоқты тудырады. И ең қызығы мен ойланып қарап жатырмын да, просто мен әшейін бөлісіп жатырмын. Интересный нәрсе да. Ақша үшін бағана ойыннан шығып кеткендер бар ғой. Ақша үшін емес жұмыс істеп жатқандар бар ғой. Соларда ғой ең көп ақша. Әлемде. Әлемде ақшаның бәрі ақша үшін істеп жатқан жоқ адамдарда. Типа, былай айтайықшы, мысалы, мен кітап жазып, адамдарға пайдалы болуым үшін істеуім мүмкін да, мен қазақтар байысыншы, солар дамысыншы, мен осындай да, сондай энергиямен, сондай желаниемен болатын болса, ақша өзі келе беретін сияқты да ол. Ақшамен ойыннан шыққандар. Иә. Мысалы, Роналдо да, Месси да ойыннан шығып кеткен адамдар деп ойлаймын мен. Ол өзімен өзі төгіліп жатыр. Мынау әншілер бар, білмеймін, даже Садраддиннің өзі жақсы көреді. Просто ол қатты жақсы көреді, ол студияға барып өлең айтады, короче. Ол ақша болсын, болмасын, анау емес. И мен ақша туралы цель қоймайды деп ойламаймын, қоятын шығар, бірақ қатты маңыз бермейді чем басқаларға қарағанда. Ақшаға ше, и ақшаға келе береді да, төгіле береді төбесінен. Ол сүйікті ісімен заниматься етеді. Сүйікті ісімен сосын пайдалы болса, мысалы, жаңағы үлкен әлемдік деңгейдегі байлар бар ғой, солар біз садақа бер деп айтады ғой, бізде айтамыз, пайдаң тисін, садақа бер, сол кезде ризығың келеді деген сияқты нәрсе айтамыз. Олар адамдарға пайдалы болу емес, тек қана бүкіл тірі жанға пайдалы болу, планетаға пайдалы болу. Мысалы, Илон Маск, Билл Гейтстің деңгейіндегі байлар, олар мұхиттың түбіндегі жиналған мусорды жинауға ақша бөледі деген сияқты. Бір Африкада жерден қазып
құдық қазып су Су. шығару үшін ақша бөледі. Бір жерде шөлді аймақта тал егу үшін миллион тал егу үшін ақша бөледі. Бұл планетаға қамқорлық қой. Иә. Пайдалы болу. Иә. Сол пайдалы болған кезде адамдар, ол мысалы тал егеді, мұхиттың түбін тазалайды, оған ақша бермейді ол үшін ешкім. Бірақ ол қаншама үлкен шығында, үлкен жұмыс, қаншама адамға жұмыс береді деген сияқты. Олар ол үшін жасамайды. Біздің де мысалы Тұрсын Алагөзов 100 адамға үй берді, ол не үшін берді? Ол мен ойламаймын енді не деп. Социальный сетке сондай бір танымал болу үшін емес. Иә. Он 100% ондай емес. Болашақта депутат болып кеткісі келіп, сол үшін үй берді деп мен ойламаймын. Или авторитет жинау үшін деп. Ол жаңағы негізі айтады ғой, байлық деген бұл жауапкершілік, сосын қайырымдылық, тағы үшіншісі не еді? Ең басты жауапкершілік пен қайырымдылық, жомарттық жасай білетін адамдарға ақша жабысады, соңынан қуады. Мысалы, Меруерт Өтекешеваға миллион теңге ай сайын пенсия төлеу. Ол Меруерт Өтекешеваға ештеңе бермейді, ол киноларына түсіп бермейді деген сияқты. Бірақ ол не үшін жасайды? Пайдалы болсам деген ниеті үшін жасайды. И ол ниетін Құдай көріп тұр, Құдай оған еселеп береді ол ақшаны. Олар да менің ойымша жаңағы освобождение от денежной игрыды айтқан сияқты. Енді ол кітапты оқу керек та, мүмкін мен дұрыс түсіндіре алмай тұрған шығармын, ойынан шығу. Просто пайдалы болу, ақшаның соңынан қумау, тек маған ақша келсе деп ойламау. Сол кезде ақша саған давай ойнайық дейді ғой. Иә, бірақ бағанағы важность бермеуге де келетін сияқты, ақшаны соңынан қумау дегенші. Сен важность бермейсің да оған, қатты из-за этого ол саған келеді. Енді барлық үлкен жетістік, жаңа күшті үй, машина, енді цель қылып қойып жеткендер де бар енді, ойбай, алам деп, бірақ ол бір үлкен цельдің, бір машина, үй, әдемі өмір, ол үлкен бір мақсаттың ортасында қалып кететін нәрселер сияқты. Сен сол мақсатқа қарай кетіп баратасың, үлкен бір цельдеріңнің артында, и кетіп баратқан кезде машинада по пути өзі келе беретін нәрселер сияқты да. Бізде тура үйдің өзін үлкен цель қылып қойып қояды да, үй или машина бір үлкен целі, все, бітті. И осы үлкен цель болып тұрған үшін оған важность беріледі біріншіден, и екіншіден үлкен цель болып тұр сол, и соған жету қиын бола береді да. Иә, біздің қазақтардың басты целі, барлық адамның басты целі, бір 500 мың теңге айлық, бір Hyundai Elantra, бір 3 бөлмелі Алматыдан үй, спальный районнан. Артық не жоқ, артық мақсат жоқ да. Басқа не мақсат етесің деп ойлайды. Үйдің өзі үй, ипотека. Соған шүкір етіп, оны неге автосалоннан кредитке алған машина бетіне гүл жабыстырып, бүйтіп алып шығып, соны үлкен не қылады да. Бірақ глобально армандасаңдаршы, глобально мақсат етсеңдерші деп айтып жатыр ғой. Білмейді адамдар не қалайтынын. Қоғам танып берді, сен бір үйің, бір машинаң, бір стабильный айлығың болсын, бітті. Соғып, менің ойымша, көп адамдар не үшін бір үймен, бір машинамен тоқталып қалады, өйткені олардың целі сол да, и ол цельға ерте жетіп қоюға болмайды. Бір түрлі ғой, ерте жетіп қойсаң, сен сосын не істейсің, ары қарай цель болмай қалады. Цель болмады ғой, үшеуіне де жетіп қойды, 500 мың айлық, Hyundai Elantra, 3 бөлмелі үй, үшеуіне де жетіп қойды. Ары қарай адамның миы іздейді, ақша келетін бір цель болу керек қой. И кредит деген цель пайда болады осы жерде ше. Кредит деген үлкен цель, басқа цель пайда болмаса, адамдар сол кредитті төлейтін ақша тауып отырады. Или бағанағыдай созып, әйтеуір өмірдің соңында соған жетеді, сонымен сол нәрселерді алады. И осыны нәрсе жеткеннен кейін адамдарда экзистенциалды кризис деген нәрсе болады екен, да. Сен өстің, диплом алдың, қоғам танып берді, мама папа айтты, сен үйленуің керексің, диплом болу керек, машина, үйің болу керек, бітті, жұмысқа тұруың керек, бір прокуратураға, акиматқа жұмысқа тұрып ал. Осының бәрі болса, сен болды, сен адамсың. Осының бәріне жетеді, среднестатистически 35 жасар ер адам жетеді. Енді ары қарай не істеймін? Әйелдер де жетеді қазір. Ары қарай не істеймін? Бәріне жеттім. И ол кризиске ұшырайды. Дамымаса, нетпесе, сосын бастайды. Ағылшын оқып бастайды. Әйелдер 35-тен асып жаңағыдай неше түрлі билер жасап, биге барып, бұрын соңды істемеген нәрсені істей бастайды. Ол адамның миының ізденісі, кризистен шыққысы келуі. Анау бар ғой, өткенде бір рилс көрдім да, мен 30-дан асқан әйелмін, мен блог бастаймын, айына 2 кітап оқимын, биге барам, йогаға барам, машина айдауды үйренем, ағылшын тілін бітіріп Қытай тілін үйренем, торт жасауды да үйренем.
как будто өмірін жаңа бастап жатқан сияқты. Ол жаңағы экзистенциалды кризистен шығу қазір көп әйел сондай кезеңде жүр да, негізі ер адамдарда жаңа нәрсе үйренеді, подкаст тыңдайды, жаңағыдай осознаниелермен жұмыс жасайды, проработкаларға барады деген сияқты. Ол күшті, ол негізі күшті. Иә, вообще қараңызшы, қазір көп жастардан мындай сұрақ келіп жатыр да маған, и сізден ответ алғым келіп жатыр соған. Өзін салыстыру. Енді қазір интернет заманы ғой, енді интернеттен көреді, мына жақпен қарайды, мына жақпен салыстырады, мынау мынандай алып жатыр, мынау мынандай жетістікке жетіп жатыр деп жатады. Сөйтеді да өзімен жасты өзінен кішкентай болуы мүмкін, соларға қарап түңіледі, жаңағы выгоранияға түседі, жаңағыдай. Неге ол өзін салыстырып қояды, и өзін қалай салыстырмауға болады? Біздің миымыз автоматты түрде салыстыруға үйреніп қалған. Ол табиғи функциясы ше, мидың басқалармен салыстыру. Одан кейін біздің кішкентай кезімізде бізді қалай өсірді, жаңа мысықтың несі сияқты. Жұрттың қызын қарашы деп. Бүгін ғана проработкада болдым, сондай ше. Бір запросымның жауабын осы салыстырудан таптым. Мен кішкентай кезімде өзім салыстырады екенмін. Мысалы, біздің үй жиналмай тұр, көршінің үйі жиналып тұрады всегда. Потому что мамам маған сөйтіп айтады, жұрттың үйін қарашы, ана үйдің қыздарын қарашы, пысық үйін тап-таза, полдары жылтырады. Біздің үйдің полын шаң басып жатыр деген сияқты. Салыстырудан кейін мектепке барасың. Мектепте әйтеуір әрбір класста бір мықты оқитын бір адам болады, сонымен салыстырады. Апай да салыстырады, үйдегі мама да салыстырады сол адаммен. Сенің миың, сенің қабылдауың ерекше, ол адам сен ол сияқты бола алмайсың. Мысалы, мен миыма математика сол күйі қонбай кетті, мен гуманитарий жағынан мықты болдым, тарих пен әдебиетте мықты болдым. Математика менің миыма сыймайды кетті. Бірақ мен 11 классқа дейін өзімді математикадан қатты миына күшті жұмыс жасайтын класстастарыммен өзім салыстырып, соның қасына өзімді кем санап өттім. Одан кейін біздің жаңағы эмоционалды даму кезеңдері бар ғой, түрлі психологияда, иә. Соның біз мектепте қарсы жынысқа ұнай бастаған кезде, иә, алғашқы махаббат деген нәрсе пайда болған кезде біз түрімізге қарап бастаймыз. Бір 5-6 класста, иә, шашымызды тоқ өсіреміз, тоқ қиғымыз келеді, қасымыз жұла бастаймыз. Сол кезеңде де басқалар менен әдемі деген бірінші түсініктер келе бастайды, еліктеу келе бастайды. Мен есімде 8-9 сыныпта оқыған кезде Суперстар KZ болады екен да. Суперстар KZ-те маған кім деген Әсем Жакетаева деген қыз қатты ұнады. Өзі әппақ, бірақ мен аралда тұрдым, мен қап-қара болдым ше. Ана қыз сондай әппақ, нәзік. Мен сол сияқты шашымды қиям, бірақ оған ұқсамаймын. Сөйтіп өзіңді салыстыру ғой, бұл да бейсаналы түрде сен уже адамның ол миының функциясы салыстырып үйреніп қалған. Еліктейсің, сен сол сияқты болғың келеді, сен өзің сонымен салыстырасың. Бірақ ұқсамай жатырмын. Ол мен бейсаналы түрде маған уже сынып қалды. Содан неше одан бері, ол кезеңнен бері 20 жыл өтті да. Өткенде бір туған күнге барсақ, Әсем Жакетаева келіп отырса, мен қарап отырмын да. Содан бір туған күнде келіп отыр, екеуміз қарсы отырып, күйеулеріміз бір-бірін жақсы таниды, бір ортада жүреді екен. Содан кезінде мен осы қызға қатты ғашық болып, қатты ұқсағым келіп, Караван деген газет келеді, үйге соның суретін қиған, маған осындай шаш керек, осындай челка керек дейтінмін. Соны қарап отырмын, өмір деген қызық қой, екеуміз қазір бір дастархандас болып отырмыз. Соны мен барып сол қызға айттым, мен кішкентай кезімде сіз сияқты болғым келеді. Ол менен көп үлкен емес та, сол мектеп жасында жүріп, ол Суперстардан телевизорда көрсететін звезда болды да. И біз салыстыру деген ол табиғи жағдай деп қабылдаймыз. Бірінші табиғилық болып. Любой адам салыстырады. Ми солай қалыптасқан. Екіншісі, өткен мидың басты функциясы қауіпсіздікте сақтау. Жұрт жақсы болып жатыр ма, соған ұмтыл дейді ғой, ми сол жақ қауіпсіз сияқты. Екіншіден ол тәрбие. Енді мама папамыз біздің жаман болсын деп салыстырмайды. Жұрттың қызын қарашы деп. Ана 30-те бар ғой, біреу жетістігін жазып қойса, мамамның подругасының баласы сияқты екенсің деп. Маманың подругасының баласын ол жақсы болсын деп бізді тәрбиеледі ше. Мамаларымыз, папаларымыз, мектептегі мұғалімдер, мектептегі бір түйір отличникке бәрің сондай сияқты, хотя бы соған жақсы оқыңдаршы деп салыстырды. И ол біздің бейсанамыз айтты ма, 7 жасқа дейін бәрін жазып алады, сосын өмір бойы пайдаланады соны как ресурс сияқты. И сол бізде қалыптасып кеткен. Енді қалай ол саналы түрде, просто мен өзімді ешкіммен салыстырмаймын, мен өзімнің кешегі Айнарамен салыстырамын. Бүгінгі Айнара лучше, кешегі Айнарамен ғана салыстырамын деп. Сосын блогерлермен салыстыру, енді зумерлер ғой. Айлакер болады, зумегерлер. Мен ренжімесін, 2000 жылдан былай қарай туылғандар.
Олар кредитке машина алады да, мен машина алдым дейді. Ай сайын 500-600 мыңнан төлейді да, өліп алып жұмыс жасайды соған. Үй мамама үй алып беріп жатырмын, папама үй алып беріп жатырмын, тоже солай кредит. И оның бәріне сене берудің де қажеті жоқ, во-первых, Мен білем блогерлердің андай бір керемет болып кеткен блогерлардың көбісінде сондай кішкене иллюзиямен аралас екендігін. Көбісінде. Немесе бір ақша айналып жүреді. Үй алып жатырмын міне деп кілт көрсетеді бүгін. Сосын келесі күні ол үйді сатып жібереді. Сол ақшаға машина алып, міне мен машина алып жатырмын. Сосын ол машинаны сатып жібереді. Шамалдан қарасаң машина көрінбейді блогына. Тағы міне офис алып жатырмын кілті, Құдайға шүкір дейді да. Бір ай ақша айналып жүреді, бірақ сол ақшаны мынандайғы үй машина, үй квартира, үй офис деп көрсете алу да. Ол да енді қабілет қой, күшті маркетинговый. Білмеймін даже, бірақ қабілет шығар енді, бірақ ондайларды фанатит етіп сөйтіп қуып кеткендер бар екен негізі. Мен басында сенбейтін тұғым ше, мен байқұс бәріне сене беремін ше, андай типа қарап, молодец. Кейін шынымен бүйтіп байқай бастадым. Мен даже личный бренд оқытатын курстарға барған кезде сондай тапсырма көрдім. Барыңдар да кредитке машина алыңдар, ертең сатып жауып тастайсыңдар, главный блогта көрсетіңдер сол машинаны деген. Лентасын қиып алып шығыңдар, оны профессиональный камерамен әр жағынан түсіріңдер, бер жағынан түсіріңдер, сөйтіп оны блогқа рилс қылып салыңдар деп үйрететін личный бренд. Просто мен де сөйтіп көрсеткім келген ше, көп машина үй, бірақ соны алу керек болғанда, ананы көрсету үшін ше, енді алу керексің, жұмыс істеу керексің, ананы алу керексің, көрсеткің келген де бар ішіңде, сол үшін жұмыс істейсің да. Бірақ енді әшейін бүйтіп көз бояушылыққа салып нестейтіндер де көп екен, бар екен. Мен торт істейтінмін, сол торттарым әдемі шығады, өзімнің өнер туындым ғой. Сол кезде Инстаграм саламын десем, мен күйім ұрсатын, сен білесің ба, нан таба алмай жүрген адамдар сені оқиды, оларға типа зиянын тигізбесейші деп ше. Қазірдің өзінде покупка жасаймыз, көрсетпейміз ештеңені. Вообще көп адам, қараңызшы, бір адамдар болады да, қырғын бір нәрсе істеп жатады, еңбек етіп жатыр әйтеуір тоқтамай, бірақ нәтиже болмай жатады. Біреулерде там оңай получаться еді. Кейбір нәрселер, белгілі бір табыс табу, жаңағы үй болсын, машинасы болсын, неге ондай болуы мүмкін? Мен классикалық психологияма салып, мен оны балалық шақтан іздеймін оның себебін. Ол кішкентай кезінде бір мақтау, ол тек ақша емес, мақтау сөзді, махаббатты, вниманиені заслуживать етті, лайық болды. Сонда мысалы мен сондай болдым, мысалы мама молодец деген бір ауыз сөзді айту үшін мен үйді жинап, кілемдерді қағып, есіктің алдын сыпырып, гүлдерге су құйып сөйтіп қоямын. Бір ауыз сөз молодец деген сөз үшін. Просто так молодец деген сөз естілмейді. Потом мектептен 5 алып келесің, экзамендердің бәрін 5-ке тапсырасың, сол кезде ой жарайсың, мақтау қағазына лайық болу. Сол сияқты бүгін тренингте айтып жатыр да бір кісі, мен кішкентай кезімде 14 жасымда велосипед алғым келді дейді да, бірақ та велосипед папам айтып еді, велосипед әперші деп болмайды. Неге сен велосипед аласың, оны заслуживать ету керек. Сен бар да СТО-ға барып жұмыс жаса, 3 ай каникулда жұмыс жасадым дейді. 6-шы сыныптың баласы 3 ай каникулда жұмыс жасайды, аптасына 2000 теңгеден береді, ол 2000 теңге жинап сөйтіп барып велосипед алады. Ол айтады, қазір мен бүкіл нәрсені ақша табам, қатты ауыр еңбекпен табам. То есть біздің миымызда жазылды, ақша керек па, заработай, ауыр еңбекпен. Негізі қатты ауырлы еңбекпен де таппай жеңіл табатындар да бар ғой бұл өмірде. Бұл балалық шақ. Мысалы, бізде қазір бала өсіп келе жатыр, мен де оларға айтам да, мысалы, сұрайды ғой, чипсы әпер, ананы әпер, киімдерін жинаңдар, сосын әперем деймін да, сосын өзім ойлаймын, мен осыларға миына программа жазып отқан жоқпын ба деп. Бір жағынан ол іздерін жинап жүргенде керек қой бізге, үй шашылып жата бермейді. Чипсыйды да надо же заслужить. Бір жағынан ол табиғаттың да заңы, барлық нәрсені ешкім саған просто ақша бермейді, заслуживать етесің. Бірақ енді ауыр еңбек дегенде жаңағыдай қиындықпен. Сосын бізде жеңіл ақша табу енді әйелдерде мамасымен байланысты. Мамасы қалай қабылдады ақшаны, мамасының ақшамен қарым-қатынас. Масштабқа шығу проявленность папасы.
Осы екі адам кішкентай кезінде мен өсіп жатқан кезде осы екі адам қалай ақша тапты, ақшаларын қалай пайдаланды, ақшаларын қайда жұмсады. Сол оқиғаның барлығы менің миымда кәдімгі программа болып жазылып тұр. Сол программаны мен лояльность деген бар ғой, ата-ананың лояльность, адалдық деген нәрсе бар да. Мен олардан асып кеткен бай болмауым керек. Олардан асып кеткен жеңіл ақшаға жетпеуім керек. Олар еңбектеніп ауыр жұмыс жасап тапты ма, мен тура солай табуым керек деген біздің бейсанамыздың лояльность деген функциясы бар, адалдық деген. Біз только мама папамызға емес, ата тегімізге адалдық деген функция бар біздің миымызда. Олар адалдық, ата тегіміз ашаршылық көрген. Ашаршылыққа адалдық бар ғой бізде. Сол ғой тойдан бүйтіп недегі сыпырып алатынбыз ше, столдан. Ашаршылық болып қалмасын деп. Кішкентай кезінен бастап, оқуға не істеймін, үйірлендірем деп шешімге келдім. Кішкентай кезінен енді қазірде уже көрсетіп жүр. Оқы деп жатыр, оқымай жатыр мен балаларым. Сол оқы дегенде қиын енді ол оқы деп оқытамайсың оны. Біртіндеп мен қазір мен кітабым, сен кітабың, маманың кітабы деп көрсетіп жүрмін да, енді біртіндеп уже кімдердің кітабы, уже кітап деген нәрсені бір бәле. Просто өздері оқып түсініп алу керек екен деп ойладым мен ше. Өзі оқып түсініп, өз-өзімен проработкасын істеп, жаңағы ше, андай әйтпесе травма бәрібір болайын деп тұр да просто. Өздерінікін өздері реттемесе қиындау болып тұр да, ол оны травма қылмай өсіру деген ше. Табиғи процесс сияқты травма. Жалпы былай ғой, психологияда ше, адамның дүниеге келуінің өзі кәдімгі физикалық травма. Жып-жылы жерде жатамыз, қауіпсіз жерде жатамыз, и бақ өмірге келесің, басқаша свет, басқаша температура. Мысалы, душтан шыққаннан кейін сен қатты жаурайсың ғой, ойлаш, маманың ішінен шыққаннан кейін мына үлкен әлемге келгеннен кейін сен қалай жаурайсың. Бұның өзі уже травма. Одан кейін эмоционалды даму кезеңдері бар. Ең алғашқы эмоционалды даму кезеңі оральная фаза деп аталады, фиксация деп аталады да психологияда. Барлық нәрсені біз ауыз арқылы танимыз, ауыз арқылы ләззат аламыз, ауыз арқылы тамақ, ауыз арқылы эмоциямызды білдіреміз. Тамақ кішкентай 1 жарым жасқа дейінгі бала барлық нәрсені аузына салады ғой. И осы кезеңде травма жазылады. Сен травма болсын деп емшектен шығармайсың баланы, өссін, дамысын деп шығарасың, ол оған травма болып жазылады. Одан кейінгі фаза тоже біз уже бала уже горшокке барып бастаған кезеңі анальная фаза деп аталады екен да. Ол кезеңде баланың еңбегін, болашақта еңбегін құнсыздандырмайтын база осы кезде қалыптастырады. Егер де анау кокетіп қояды ғой, сен ұрсаң, сен неге кокет қойдың, сасық десең, бала өскен кезде өзінің еңбек қой ол деген, баланың алғашқы еңбегі ғой, өзінің тәнінен бірдеңені бөліп шығару деген. Басында ол уже назар аудара бастайды бала соған ше, горшокке барады деген сияқты еңбектене бастайды. И сол кезеңде мақтамаса баланы, сен дұрыс істедің, қазіргі мамалар мақтайды балаларын туалетке барғаны үшін. И сол кезеңде де мысалы сен жазалап қойсаң, бұтыңа жіберіп қойдың деп та, бала өскен кезде, ересек болған кезде өзінің еңбегін дұрыс құнсыздандыратын, еңбегін бағалай алмайтын, ауыр еңбекпен мынадай ақша табатын сондан болады екен да, бірнеше фактор әсер етіп. Одан кейін ары қарай кете береді эмоционалды фазалар ше. И детская травма қайдан келеді деген кезде біз ойламайтын жерден келеді да ол. Сондықтан проработка обязательно ол. Ол өздері пусть шамалы соған басы соған ақылы жететін болса екен деп ойлаймын да. Мен санасы жететін, ақылы жететін адам болса, білім алып, сол нәрселерді жайлап түсінетін. Әйтпесе по-любому енді бала шағада бәріміз травмамыз, олар да травма ғой енді. Кеттік онда жаңағы ары қарай байлықтың тағы да бір заңдылықтарына келетін болсақ, тағы қандай бір байлықтың заңдылықтары бар байларда, тағы бір кездесетін қандай моменттер бар бай болу үшін осы көрермендер? Богатое мышление, бедное мышление ма? Байлар шешім шығарады, кедейлер кінәлайды. Мысалы, бір қиындық кеп қалды ма, байлар шешім іздейді, звондайды жан-жаққа, білім алып ізденеді, инвестор іздейді деген сияқты, бизнес банкротқа ұшырады ма, немесе ақша жоқ болып қалды ма, ол ақша болудың жолдарын іздейді да, бүкіл энергиясын, уақытын соған жұмсайды. Кедейлер не істейді? Кедейлер біздің ел сондай болып жатыр, біздің экономика сондай, біздің министрлер оңбағандар, президентіміз сондай екен деп үйде жатып алып сөйтіп жан-жақты кінәлайды. Мен дұрыс оқымадым, негізі мектепте күшті оқып едім, бірақ оқуға түсе алмадым, мама папа оқыта алмады, ауылға кел деп айтты, әке-шешесін кінәлайды деген сияқты жан-жақты кінәлап отырады. Энергиясын сонда жұмсайды кінәға. Әрбір адам бай бола алады ма? Әрбір адам
байлыққа кенеле ала ма, жақсы табысқа? Конечно, әрине. Барлық адам бай бола алады. Бай болу үшін жұмыс жасау керек. Жұмыс жасау деген барып жер қазу емес, барып мұнай іздеу емес, ондай жұмысты айтып тұрған жоқпын. Бірінші ми. Біздің сыртқы жағдайларымыздың барлығы мына ішіміздегі жағдайлардың көрінісі, ішіміздегі процесс. Бізде базовая настройка деген нәрсе бар. Базовая настройканы өзгертуден басталады. Базовая настройка сол жаңағы классикалық психологияға кетеміз тағы да. Ол бала күндегі сенің қабылдауың. Анау Джо Диспенза айтады ғой, үш нәрсені өзгерт, үш нәрсе бойынша жұмыс жасашы дейді да. Сол информацияларды орыс тілінде айтсаң басқаша қабылданады да, қазақша айтсаң бір басқаша бір жай сөз болып қалады. Мысалы, сен жұмыс жаса дейді, безусловная благодарностьпен дейді, шүкірлік сезіммен. Жұмыс жаса дейді, безусловная любовьпен дейді, махаббатпен жұмыс жасайды. И жұмыс жаса безусловное принятиемен, қабылдау. Принятиені қабылдау деп қабылдасақ, айтсақ, бұл түсініксіз да, қалай сонда. Осы үш ключевой момент деп соны мынандай тема қылып айтады, бірақ соны қазақша айтсаң почему-то әдемі болмайды да. В общем, толыққанды аударылмайтын сияқты ма, иә? Иә, құны түсіп кете ма? Бізге енді анау-мынау біздің рационалды ойлау жүйесіне қазақтарға анау-мынау білім жарамайды, махаббатпен жұмыс істе деген жарамайды. Басқаша айту керек та бұл жерде. Благодарность дегеннің өзі дұрыс аударылмайды андай, шүкіршілік деген бізде адамдардың понятиясында благодарность деген түсінікті да, типа, ал шүкіршілік десең барыңа шүкір ету сияқты болып кеткендей болып қанағат кетеді да. етіп отыр сонымен. Иә, сондай болып қала береді да. Благодарность деген чуть басқаша ғой негізі. Біз благодарность деген шүкірлік деген Аллаға шүкір деп ауызбен айту, Аллаға шүкір деп 100 рет жазу, альхамдулиллах деп айту деп түсінеміз да. Ал ол деген наяқтан жүректен шығатын сезім ғой. Алғыс деген сезім. Мысалы, ризашылық. Мысалы, сіз маған бір услуга жасасаңыз, мен сізге риза боламын да. Сезім көтеріледі ғой бір. Сол сезім. И өмірге, ата-анаға, Құдайға сондай бір сезіммен өмір сүру. Вообще благодарностьпен жүру, благодарностьпен өмір сүру болып жатқан әрбір кішкентай жағдайлардың бәрінен благодарить ете алу да өмірдегі, иә. Ана Джо Диспензаның ретритіне біз барамыз ғой, оның әдіс тәсілі қандай, иә? Адамдар неге результат көрсетеді? Ол медитация кіргізеді, көзің жұм дейді, қараңғылық, қараңғы кеңістік, санаңды таза санаға айналдырады, логикалық ақылыңды өшіре тұрады да. Чистое сознание, сен атың жоқ, затың жоқ, фамилияң жоқ, жасың жоқ, вообще сен никтосың, ништосың дейді да, сөйтеді да. И алғыс сезімін сезін, почувствуй благодарность. Сен тірісің, сен өмір сүріп жатсың, өмірге келетін адамдар қаншама еді, сен келдің бұл өмірге, почувствуй, сен избранный Бога деген сияқты сөздерді айтады да. Қатты сен ана жерде адамдар, сезімі ояу адамдар шүкірліктен аңырап тұрып жылайды да. Біз енді жылай алмадық, шыны керек, біз сезіндік. Бірақ ана европалықтар дейтін қатты жылайды екен, қатты жылап жатыр, шүкірліктен жылап жатыр. И осы сезім ең жоғарғы герцті сезім, алғыс сезімі ғой. Осы сезімге келген кезде не қалайсың? Көлік қалайсың ба, үй қалайсың ба, күйеуге шыққың келеді. Давай, айт бәрін дейді. То есть сен магниттік сезімің, благодарность деген, алғыс деген сезімің көтеріліп тұрған кезде қалауларың бәрін айтып ал. Сол өміріңде орындалады дейді ғой. Сол үшін ғой, көп осы Джо Диспенза болсын, Джон Кэхон бар, Брайан Трейсинг бар, бәрі ең бірінші главный нәрсе істеу керек дейтін болса благодарность дейді ғой. Бәрі благодарность дей береді ғой. И благодарность дегенде енді айтқың келеді ғой адамдарға, рилспен немен енді жай сөз бұл. Сөйтіп шүкіршілік етіңдер десең, бір не то да ше, ананы қойшы дейтін сияқты ше, бір не қылдыңдар деп ше. Өте банальный әңгіме. Чересчур банальный қылып жібереді да, бірақ ол негізі. Менде мынадай метод бар ше, бірінші подкастта осыны айттым ау деймін. Мен күніне 17 рет өзім засекать еттім, шүкірлік сезінеді екенмін, айтпаймын, сезінемін. Мысалы, терең тыныс аламын да, төсек жинап жатырмын, есіме түседі автоматты түрде, төсек жинап жатырмын. Алғыстамын, алғыс, рахмет. Денем түршігіп кетеді прям. Ояндым, төсегім жинап, үйімде, бала-шағам аман сау, алғыс. Потом шай ішіп жатамын. Шай ішкен кезде суды программалап ішемін. Жұрт оны түсінбеуі мүмкін, иә? Су естиді, суға айтамын алғысымды. Әлі болмаған нәрсеге алғыс айтамын. Сосын машинаға мінеді, машинаға түсірді, үйге кірерде, үйден шығарды, таксиде алғыс сезінемін. Осылай мен 17 сәтім бар екен, күніне алғыс сезімін сезінетін. Аллаға шүкір деп отыру емес, ол кәдімгі денең түршіккенше прям бар тұла бойыңмен алғысты сезінесің. И соның магниттік әсері күшті. Өміріңе байлық шақырған кезде алғыс деген сезімді кеудеңнен шығар. Вот барлық адам кім айтады ғой? Джиканди, я есть богатство, я есть изобилие, я есть успех. Каждый битін деп тұр ғой сол жазу, кітабының. Соны айтқан кезде сен сезініп айт дейді.
я есть богатство деген кезде денең түршігіп кететіндей сезін дейді байлықты. Денең түршікпей ма, аузыңмен айтасың ба, ол не работает. Тело помнит все. Тән барлық нәрсені тән запоминает. Тән 95% энергия тәнде. Сонда тәнсіз ешқайда құрмеме ешқайда біз бармаймыз. Тело помнит все деген кітап бар, сонда оқысақ, кәдімгідей тәжірибе түрінде, ғылыми түрде мықты эксперттер зерттеп қаншама адаммен жұмыс істеп, адамның тәнінде блоктың бәрі. Тәнде екендігі. Мына менде мына байлықтың 11 заңдылығы жазып шықтым ғой, енді байлыққа апаратын білмесең енді құнын кедейлікпен төлейсің деп тұр. Бірінші заңда сол жерде айтамын, бірінші заң рұқсат беру заңы. Бай болуға өзіңе рұқсат берсін. Просто үшін бай болуға келістің, просто позволь себе быть богатым ғой. Просто біз енді көбісінде осы жерден басталады да, менің ойымша байлық көп бай адамдардан бір байқағаным, көп жағдайы жақсы адамдардан байқағаным, бәрі мен бай болатынын білген деп айтады ше. Мен бұрында білген, мен неғағам и болады сонда келіскен да, бағалаға. Мен бірінші заңда сол өз-өзіңді бағалауда, құрметтеп сыйлау, өз-өзіңді құрметтеп сыйлап бағалауда ешқашан жаман өмір сүруге келіспейді ғой. Жаман жұмыс істеуге, табысқа келіспейді. Содан да бірінші заң осы өзіңді бай болуға рұқсат беруді. Осы қалай сол рұқсат беруге байланысты бір екі советтер берсеңіз. Өзіңе рұқсат беру. Өзін жақсы көретін адам өзіне рұқсат береді ғой жалпы. Бұл өзіңе рұқсат беру, дефицит состояниеде өмір сүретін адам өзіне ешқандай рұқсат бермейді. Дефицит деген жоқшылық состояние. Жоқшылық состояние көп адамның қанына сіңіп кеткен, өмірінің салтына айналып кеткен. Ол балалықтан келе жатыр. Ол даже не представляет бай болатын өмірді ше. Сондықтан да рұқсат беру деген ол ішіңдегі кішкентай баланы емдеп, соған рұқсат берсең, бақытты болуға, және бала күнде тойып не жемеді, мороженое ма, әдемі шашына үйіп заколка тақпады ма сол кішкентай қыз, соған емдеп берсең, бұл қиын емес. Сол кішкентай бала ресурс береді бай болуға. Көп адам осы фактты, осы әдісті, осы кеңесті игнорировать етеді азыря. Мен 100% сеніммен айталам. Ішіміздегі кішкентай бала қуанса, ала алмай кеткен дефицит, бос кеңістіктің бәрін алса, қазір кешіміз кім Эйнштейн айтады ғой, время нелинейное деп ше. Уақыт деген бір сызықтың бойымен өткен шақ, болашақ, қазіргі шақ деп бір сызықтың бойымен тұрған жоқ. Ол бесконечность бүйтіп айналып тұр да. Менің өткен шағымдағы нәрсе, менің эмоциям қазіргі сәтіме әсер етіп тұр. Менің болашақ белгісіз болашағым қазіргі сәтім белгісіз болашағыма әсер етіп тұр. То есть бәрі бір-бірімен квантовая запутанность, 22 жылы квантовая запутанностьті шығарған ғалымдар не үшін Нобель сыйлығын алды? Олар энергиялы түрде барлық нәрсе бір-бірімен связаны екендігін дәлелдеді. Яғни менің балалық шағымдағы оқиға менің қазіргі сәтіме әсер етіп тұр. Сіз мысалы вагонда тұрдыңыз, сол сізге әсер етіп тұр. Сіз ішіңізде кішкентай бала саятты жұмыс жасамасаңыз, ол әсері бәрі жойылмайды. Ол өлгенше. Потому что базовая настройка біздің бала күнімізде қалыптасып қалады. Миымыздың базовый настройкасы. Сондықтан да рұқсат берудің, өзіңді жақсы сезінудің, өзіңнің самооценкаңды жоғарылатудың ең маңызды, ең алғашқы, ең базовый жолы ол ішіңдегі кішкентай баланы қуантып, содан ресурс алу. Эрик Берн, транзактты психоанализ. Ішіңде кішкентай бала, ата-ана және ересек, осы үшеуі транзактке түсіп отырады постоянно. И саған ақша табуға, саған қуануға, өмірден ләззат алуға, саяхатқа шығуға, өзіңе рұқсат беруге ресурсты беретін кішкентай балаң. Сол кішкентай балаңды емдеп алмасаң, жүрген рұқсат бермей. Бала шағаңа толтырып киім аласың, тәтті аласың, өзіңе бір көйлек алмайсың. Бірақ өзгертуге болады ғой, бірақ біздің миымыз андай емес та. Иілгіш, нейропластичный. Бастағы программаны, жаңағыдай айтылады ғой, подсознательная бедность деген сол бедностьті подсознательный программалармен өзгертуге болады. Басты байлыққа қалай өзгертсек болады? Ең жаңағыдай. Менің тегін терапияма келіп өзгертсе болады. Тағы. Мысалы, медитация ма? Мысалы, қараңыз, медитация деп айтылады. Медитацияның түрі бар, терапиялық әсері бар медитациялар бар. Бірақ та тез нәтижеге жету үшін жетелеуші маман керек.
мысалы тісің ауырып тұрса өзім жұлып тастайын деп өзің жұлмайсың ғой плоскогубциямен, барасың ғой стоматолог. Сол сияқты анау корень түбір ғой, мынандай жуан түбір да, ол жуан түбірді алып тастау үшін саған дұрыс сұрақ қоятын, дұрыс жетелейтін маман керек, психолог маман керек. Соның терапиясы керек та. Өз-өзіме терапия жасаймын деген нәтижелі болады әрине, бірақ ол ұзақ уақыт. Тез ғой, қазір барлық нәрсе тез болып жатыр ғой. Таңертең армандаған кешке орындалатын заманда өмір сүреміз. Не үшін біз оны созамыз сағызша? Тез-тез істеп тастайтын нәрсені. Окей, неге кедейлер байымай жатыр, байымай жатыр, табысты болмай жатыр? Қандай бір заңдылықтарды бұзып жатыр? Өйткені кедейлер үнемі выживание күйінде, тірі қалу күйінде. Психологияда бей или беги деген бір тұжырым бар да. Мен тірі қалсам болды. Олардың миы қай жерде қауіпсіз, сол жаққа қарай тартылады. Қауіпсіз ми бізге, ми үшін вообще бай болу деген, подсознание үшін тем более бай болу, кедей болу деген вообще цель жоқ. Тірі қалсам, қауіпсіз болса деген ғана бір ғана мақсат бар да. И ол қай жерде қауіпсіздік бар, сол жаққа барады. Енді кедей адамдар кішкентай кезінен еті үйренген, қанына сіңген деп айтамыз ғой, қазақта сондай сөз бар. Оларға осындай дефицит, жоқшылық қанына сіңген, еті үйренген. Соның миы оны таныс деп қабылдайды да. Таныс күй ол қауіпсіз, безопасно дейді да, сол жаққа қарай бара береді. Ал бай болу ол белгісіздік. Белгісіздік ми үшін ең үлкен қауіп. Сондықтан да миға көрсету керек оның белгісіздіктегі байлықтың қауіпсіз екенін. Карл Юнг айтады ғой, адамның подсознаниесі үшін белгілі азап белгісіз бақытқа қарағанда қауіпсіз. Сол үшін адамдар белгілі азапқа тартыла береді. Ол кедейліктен азап қой, былайша айтқан кезде. Иә. Соған үйреніп қалған ғой, даже кейбіреулері біліп тұрып та келіспейді ғой, біліп тұрып та жасамайды. Біліп тұрып та андай мен өйстіп қинап жүре берген жақсы дей салатындар бар. Көп адамдар бар еще, менің әулетімде бәрі кедей болған, әкем кедей болған, мен олардан асып түсе алмаймын деген сияқты оймен өмір сүреді. Кедейліктің ең үлкен бұзатын, жаңа байлықтың ең үлкен заңдылығын бұзатын осы заңдылықты бұзады. Менің әкем кедей болған, мен атам кедей болған, мен қалай бай боламын? Ал эпигенетика айтады, сен гендік жадыңды өзгерте аласың миыңның күшімен дейді. Сен ата-бабаң окей, кедей болсын, сен әулеттен шыққан бірінші бай адам болса, эпигенетиканы оқы. Иә, мен кеше оқып отырмын бір кітапты ше, и әлемдегі миллионерлердің, Америкадағы деп айтайықшы, точнее, если быть, Америкадағы миллионерлердің басым көпшілігі 85% бірінші миллионер екен семьясындағы, отбасындағы ше, бірінші миллионерлер. Сондықтан да, конечно, әрбір адам бола алады, жасай алады. Тек басымен программаларымен жұмыс жасаса болды. Просто мен қанша көп адам оқыттым, бизнесті үйреттім негізі. И түсінгенім бәрібір соңғы түбі осы состояниеге, мышлениеге осыған келіп тірелді да. Мен түсіндім да, сосын мен осы жерде. Ақша табудың ең бірінші басты заңдылықтарының бірі 95% мышление, 5% инструмент. Біздің адамдар инструментті көп алады. Сату жолы, команда құру, техния. Боттар, бір бәлелер, в общем, бір нәрселер қосқысы. Инструменті көп алады да, а мышление барлық база мышленияда тұр. Мышление деген сенің шешімдерің, сенің ойлауың, сенің әрекеттерің, сенің сенімдерің, сезімдерің ғой. Осының барлығы топтасып келген кезде бүкіл нәрсені состояние деген решать етеді. Состояниеге жұмыс жасау керек. Сол ғой, мысалы, бағанағы алдында мысал келтіремін да, мен адамның жай-күйі деп ше, мысалы, состояние этого человека оценивается на $10 миллионов дейді. Состояние дейді. Күйі. Жай-күйі $10 миллион құрайды дейді. Сонда адамның состояниесі ақшасын құрап тұр да, оның жай-күйі құрап тұр да, қалдыратын болсақ ше. Осыны да осы кітапты жазған кезде аудару кетіп қалдым да. Состояние сөз аударылмады ма? Состояние деп жаза бермедіңіз ба? Білмеймін, қазақша болсын деп сонымен. Адамның жай-күйі, яғни сенің күйің сондай бір $1 миллион болу керек, сен $1 миллион миллионер болу үшін. Сондықтан да, я думаю, өте маңызды. Сіз үшін жалпы байлық деген не? Байлық деген мен үшін комфортный өмір, еркіндік, не ішем, не жейм деп ойламау, рахаттану, саяхатқа шығу, білім алу, күн сайын бір нәрсе үйге сатып әкелу, балаларыма отказ бермеу. Енді бізде әбден үйретіп тастады ғой, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық оңсаулық. Ол
бул байлыктар бөлөк байлык. Биз бүгүн акча темасында айтып отурмуз го. Әрине эң үлкен байлык менин жакындарымдын амандыгы, саулыгы, ден саулык. Ден саулыктан аскан байлык жок. Ден саулык болмаса энди акча, бирок ден саулыгын жаксартып, акча болсо ден саулыкты да жаксартып алууга болотчу. Анау кітаптың атын оқып жіберсем бола ма? Ага. Кітаптың артында жазылып тұр да. Бәріміз еркіндікті аңсаймыз дейді да. Сіз айтқан нәрсе ғой ше. Қалай еркін болғымыз келеді. Қалаған затымызды ойланбастан сатып алсақ дейміз. Уақытқа тәуелді болмай, ешкімге бағынышты болмай, өзіміз қалаған жерде, қалаған уақытта жұмыс істегіміз келеді. Ешкімге тәуелді болмай, тағдырымызды өзіміз басқарсақ арман болмас еді. Қалаған елімізде, қалаған жерімізде еркін өмір сүрсек қой шіркін дейміз. Біз өмірдің барлық саласында еркін болғымыз келеді. Алайда өзіміз аңсаған еркіндік пен бүгінгі өміріміздің арасында көзге көрінбейтін бір заңдылық бар. Сіз қалаған бүкіл еркіндік ақшалай тәуелсіздіктен басталады. Сонда біз енді бәріміз тәуелсіз болғымыз келеді, тағы да басқа бақытты болғымыз келеді енді түсіреміз ше. Бірақ осының бәрі ақшадан басталады екен да. Себебі ақшаң болмаса денсаулыққа да қарамаймыз ғой. Қарамай кететін еді. Әке шешеміз денсаулығына. Я чекаппен өтетін адамдар, ақшасы бар адамдар. Ақшасы жоқ адамдар чекаптан өтпейді. Сол ақшаң болмаса сен бағанадай радиация етіп оқып бір нәрсе осындай кітап шығару деген енді білмеймін мен. Олардың ақшам жоқ болса да мен мен кітап жазып жүремін. Ол мысалы деп ойлаймын да, ол қиын нәрсе да. Ол мен ол кезде тек бағу, қарау, тез әйтеуір ақша тауып бұл. Мансыз қамау керек болады, продуктын толтыру керек, әйтеуір аман есен жүру керек. Сондайға кетіп қалады. Сондықтан да бүкіл жаңағыдай тәуелсіздік, бақытты болу да бәрінде ақша главный рөлдердің бірінде. Ең бірінші ақшамен мәселені шешу керек деп ойлаймын мен. Содан кейін барып қалғандары біртіндеп қарай аласың. Бірақ ақша жүрекке түспей қолда қалу керек. Иә, ол 100%. Бірақ в целом ақша өзі 16 орында тұрады екен. Байлықтың ішінде. Бағана әске бізге үйреткен бағана денсаулық, жаңағы Денсаулық, ақжаулық. кете береді екен ғой байлықтар. Сөйтсе 16 орында да. Бірақ ақшасы бар кезде ғана 16 орында. Ақша болмаса, ол бірден бірінші орында сөйлеген. И бізде 99% население әлемде ол бірінші орында тұрады ақша. Олар қарамайды денсаулығына, олардың развитиясына, дамуына қарамайды. Неге? Өйткені ақшамен мәселе шешілмеген екен да. Соған ғой мен ақшамен мәселе шешілетін осындай бір кітап шығардым, байлықтың 11 заңдылығы деген. Артында бағанағы бірінші бетте жаңағы 16 орында тұратыны айтылады. 11 заң, одан бөлек мини заңдар бар. Мини заң дегеніміз қағидалар. Сонымен қосқанда бір байлыққа жетелейтін адамды бір 50-дей заң бар осының ішінде. Бір күшті бір дүние шыққан сияқты. Қанша жылдан бері, 4 жылдан бері ғой. Жазам деп жүрмін, 4 жылдан бері жинаған тергенім, опытым, тәжірибем, білімім қаншама миллиондар қорытқан. Соның бәрін қосып бір осындай кітап шығардым. Жаңағы біздің мышлениеміз, состояниеміз, энергиямызға тығыз байланысты. Осы кітап сізге сыйлағым келіп отыр. Рахмет. Міндетті түрде бір оқып көрсеңіз болады, Алла қаласа мүмкін сіздің де кітап жазуыңызға шабыттандырып жіберуі мүмкін. Құдай қаласа. 11 мен 11-ші регионнамын, Қызылордадан. 11-ші регион, 11 заңдылық, байлықтың да заңдылығы, өмірдің де 11 заңдылығы. И самый главный, өз ісіңде номер 1 болу керек, мықты болу керек, өз ісіңде лучше болуға алып келетін кітап. Сондықтан да 11 деп аталады, тек бірлер. Вот, рахмет. Сізге де рахмет, Саят мырза. Кітабыңызға сәттілік тілеймін. Білімдіге дүние жарық деп айтады ғой. Сіз қаншама адамға мына кітаппен жарық сыйлайын деп тұрсыз. Құдай ниетіңізге берсін. Осы кітапты алғандардың жолдары ашылып, бай болып кетсін, Құдай қаласа. Шақырғаныңызға рахмет. Құдай қаласа, көп деген кейстар, адам осы кітаптан осындай өзгеріс деген бір алғыстарды естиміз деген ниеттемін. Рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Осы подкасттың астына күшті отзыв жазып, лайк басып, отзыв жазып, сосын не істесін, сол отзывтардың арасынан айтшы мен. Осы выпусктың астындағы отзывтардың арасынан 3 адамға өзімнің атымнан әлі ешкімге берілмеген, 2 адамға берілген кітап. Айнар Ханымда бар кітаптың, Құдай қаласа 26-сына шығады. Келесі ай болғанда июнь.
июль шілде шілде айының 26 жұлдызында сатылым ашылады кітапқа. Күшті үлкен эфир болады, презентация болады, сыйлықтан беріліп, сол жерде кітапты сатылымға шығатын болады. Сол кезде осы 3 кітапты сыйлайтын боламын. Осы арасында астына комментарий жазған адамдардың арасында сізше сіздер қалайсыз? мен осы екеуміздің әңгімемізден жақсы бір 3 инсайт немесе 4 инсайт жазған адамға мен өзімнің гипноз сеансымды бергім келіп тұр. Ол түп санаға тікелей қызмет ететін қарыздан құтылу деген. Қазір көп адамның несі ғой, ауыр точкасы қарыз болып тұр ғой. 30 күн бойы тыңдайды гипноз сеанс. Ол ешқандай да жаңа трансқа түсіріп есті ауыстырып жібермейді. Безопасный, экологичный түрде просто киіп отырамыз, ұйықтаймыз. Ары қарай бейсана өзі ғана дауыспен альфа состояниеге түсіреді. Альфа состояниеге түсіріп адамды миын программалайды жайлап. Баяу психика баяу дамиды ғой, баяу өседі, сатылап өседі. Сол сатылап мидағы программаны өзгертіп, негізі қарыз кредит темасына бөлек подкаст түсіруге болады ше. Қарызға кредитке тоже себебі бар, корень бар да, мындай жуан корень бар, түбір. Сол түбірмен жұмыс жасайды. Сондықтан осы подкасттың астында 3-4 инсайт жазған адамдарға менің директіме жазсын, Айнара Байжан, мен сол гипноз сеансымды тегін сыйлаймын. Иә, скрин жасап. 100% жұмыс жасайды. Иә, отзывтарын скрин жасап жазған комментарийларыңды Айнара ханымға директке жіберсеңдер, 3-4 адамға гипноз сеансын сыйлыққа тартып жатыр. Иә, диктор алдында тыңдап, бастарында программаларды ауыстыруға болады. И менен 3 кітап тоже комментарийлардың арасында. Лайк басып, достарыңа, таныстарыңа жіберуді ұмытпаңдар, кімге пайдалы болады деп ойласаңдар. Бүгін күшті әңгіме айттық. Маған ұнады. Егер подкаст ұнаса лайк басып тоже айтатын қайталап тағы да көп адам жазатын болса, көп адам сұрайтын болса, міндетті түрде 3-ші бағаны айтып болады. Тақырып маған да қызық негізі. Қарыздан қалай құтыламыз? Или осы қарыз темасында бір подкаст шығарамыз, Кредит қарыз. Кредит қарыз бойынша. Сондай, бәріңе рахмет бүгінгі эфирді көріп отқаныңа. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңдар. Кездескенше.